Сәлем достар, менің есімім Салтанат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қамырын ашытып, самса дайындаймыз. Өте жұмсақ, қытырлап, қатпарлары әдемі болып шығатын самса пісіреміз. Ал ыдысымызға бір жұмыртқаны саламыз. 200 грамм сүтімізді салып аламыз. 200 грамм су кішкене ыстықтау, сүтпен нормальный болып, жылы масса болу керек. Оған татымына қарай тұз саласыздар. Менің қасығым кішкентай, 2 қасық салдым. Дрожж, араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып, жұмсақтау қамыр илейміз. Ал міне қамырымызды бетін орап, 40 минутке демалтырамыз. Ал тестамыз ашып шықты. Тестамызды осылай домалақтап, барлығын домалақтап шығамыз. Мына осылай барлығын домалақтап, бетін жауып, біртіндеп барлығын видеодағыдай жайып шығамыз. Үлкендеу тарелкамызды алып, жаңа қамырларымызды біртіндеп қойып, майымызды жағып шығамыз. Майды қатты ерітпейміз. Дәл видеодағыдай ерітсеңіздер, қамырымыз қатпарлары жақсы болатын болады. Ең соңғы қамырымыздың үстіне майымызды жақпаймыз. Енді бетін орап, холодильникке 30 минутқа қоямыз. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Етімізді майдалап турап аламыз. Менің етім морозилкадан шыққан. Қатты кезінде мен турағанды жақсы көремін, жақсы туралады. Енді құйрық майымызды да майдалап турап аламыз. Екі пиязымызды, орташа 2 пиязды майдалап турап саламыз. Зіремізді қолымызбен езіп саламыз. Тұз саламыз. Қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ал қамырымызды морозилкадан алдық.
Енді оқтаумен жаямыз. Жұқалау етіп жайып аламыз. Қалыңдығын дәл осындай қылып жайып аламыз. Енді үстіне майымызды жағып, барлық жеріне тигізіп майымызды жағамыз. Енді қамырымызды дәл видеодағыдай орап шығамыз. Қаттылау қылып ораймыз. Ал тестамызды ортасынан бөліп, 1,5-2 см қалыңдықта кесіп аламыз. Менікі 2 см болды. Менің самсаларым үлкен-үлкен болып шығады. Өйткені бұл ашытылған қамыр болғандықтан самсалар үлкен болып көтеріледі. Кішкентай самсаларды істегілеріңіз келсе, размерін кішкентайлау кесесіздер. Ал енді мына қамырларды тарелкамызға салып, морозилкаға 30 минутқа қоямыз. Қамырлар қатқан соң жақсы жайылатын болады. Жайғанда қолмен дәл видеодағыдай жайып аламыз. Жан жағын жұқартып, астын да жұқартып. Ал енді ішіне салмамызды саламыз. Салмамызды салып, дәл осылай жақсылап бүгіп шығамыз. Міне дәл осындай самсалар болады, қатпарлары әдемі. Тестімізға араларын ашықтау қылып қойып теріп шығамыз. Өйткені бұл самсалар әлі көтеріледі, сол кезде бір-біріне шабысып қалмау үшін. Дәл осындай барлығын осылай түйіп шығамыз. Міне самсалар түйіп алдық. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, ақ күнжітті сеуіп, 190 градуста 45 минутте пісіріп аламыз. Самсаларымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, керемет, қытырлап тұратын самсалар. Қатпарлары әдемі, ішінің барлығы піскен, еттері де піскен, жұмсақ. Үйде жасап көріңіздер. Комментарийға пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет баршаңызға. Менің каналымнан тағы да қандай рецептер көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер. Рахмет менің видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін. Жасап көріңіздер.